Біздің қарапайым көрермендер сіздердің алдарыңызда. Қарапайым ұлдарыңыз, яғни мен, сосын мына бала, сосын анау бала, сосын ана бала. Одан кейін, анау, кім емес па анау? Анау боқтайтын ше, дейтін бала, пожалуйста. Бала, ебалаң етпейді. Ола болса, қудыртпа шеферде біз бастаймыз, кеттік, поехали. Молодец, ай, молодец. Әдеттегідей өте қуанышты жаңалықтардан бастаған. Әдеттегідей жегін көптір, нифиговый тамақ, әбеттегідей деші. Молодец. Жіберетін болғыз. Кішкентай болып, бәле өзі бар кәдімгі. Әдеттегідей жақсы жаңалықтардан бастайық. Бүтіп жазыпты. Зара Даркен одержала двойную победу в теннисном турнире в Белграде. Базар жоқ. Яки. Зара Даркен деген қарындасымыз Белград қаласында теннисный турнирді отқан. Екі рет ұтқан, сонымен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ елі жеңістеріңіз құтты болсын. Зара, красавица. 2 медаль золотой. Зара, красавчик. Зара, ты подруга, без базара. Зара, красавчик. Молодец, родной. Брат покетма уже. Сестра, брат. Казахстанка без ног покорила Эверест деді. Нұрсұлтан қаласының тұрғыны Мария Ауезова дейтін ханым Эверест шыңын бағындырған екен. Өте мықты нәтиже. Керемет. Без ног еще, Мұндай кісілерге бас иу керек, қолдап тұру керек, әрине. Жұбаймен бірге және Эверест шыңына шықпастан екен, 5300 бірдеңе метрге дейін көтерілген өзіге әрі. Басына дейін шықпаған, Негізі ары қарай тағы да сәл тағып көтеріліпті жоғары қарай көтерілген күймен. Но елдің бәрі айтқан, ой, сіздер оны істей алмайсыздар, қиын болады, мүмкін емес деген. Ешкім сенбеген, Мүмкін емес дейтін ештеңе жоқ. Бәрі мүмкін. Сонымен шын жүректен. Қазақстанның әйелдер вообще мощный. Бүкіл дүние жүзін шулатып жатыр. Сондықтан біздің қазақ қыздарына, Қазақстан әйелдеріне дұғай сәлем. Молодцы қыздар. Молодец, ай, молодец. Келесі жаңалық. Бұл жаңалықты негізі барлықтарын естідіңдер, көрдіңдер деген сияқты. Но мен сонда да оны айтып өте кетейін. Шымкенттің тұрғыны 6 қызғалдақты жұлғаны үшін 9 миллион теңге штраф төлеу керек. Білесіңдер ғой? Көргем, ага. Естідік. Жайлауда жүріп, тюльпандар жұлған, ол оказывается ол тюльпандар қызғалдақтар, ол қызыл кітапқа енген қызғалдақ болып шыққан, экспертизадан анықталғаннан кейін. И сол үшін 9 миллион штраф төлеу керек, немесе 3 жылға сотталады, Байырсай. Попал жестко, Гүл сыйлайын деп, өзіне 3 жыл сыйлайын деп тұр, сонда. Жәнегі әйеліне гүл сыйламас үшін, 3 жыл гүл сыйламас үшін әдейі сөйтіп істеген. Сразу отырасың. Лучше отырасың. Ой, қазір оны туған күніне гүл сыйлайсың, одан кейін Сегінші март болды, жаңа жыл, одан кейін құдалар келеді, төркініне бару керек, оны ашып тауып бермей, бәлем бәрі үйден басталды ғой, негізіші, ана қатын отырып ап, қараш, анан қараш, Айгүлдің күйеуін қараш, күнде гүл береді. Күнде. Сен маған только 8 март бересің, туған күн бересің, болды. Неғып сен маған бермейсің деген ғой. Сөйтсе, анау да өзім конкретно жад дегенде өзі на самом деле сондай екенде. Сол барып, базардан 2-3 дегенде ала салған орда, нифига поляға барып, жұлып, на халяву берем деген ғой. Анда скупой платит дважды емес, скупой платит 9 миллионов болып тұр ғой, короче. Жесткий попадос болып отыр да бар. Бәленің бәрі андай болып тұр ғой, қыздар. Дарите цветы без... Қалай еді? Без причины деген бар ғой. Бәлен бәрі сол болып тұр ғой, короче. Без причины. Көрдер ма, қыздар, міне, сендер, мысалға, гүл сыйлаңдар, дарите без причины дейсіңдер, пожалуйста, баланы, обалына қалыңдар баланы. На ровном месте. На ровном месте, алтта қораға кіріп кетті, Может, ол да дұрыс шығар, может. Ана нені айтам да, полиция қызметкерін айтам да, жаңа ұстап алған дейм да. До того грамотный болғанда. Короче, ана полицейский, бұрында, мектепті ботаник болған, очки таба, бітіп, мектеп жақсы оқып, қызылға бітіріп, одан университетке түсіріп, биология факультетіне түсіріп, онда қызылға бітіріп, одан докторантураны бітіріп, өсімдік тануды бітіріп, бәрін бітіріп, 4 диссертация жазып тастағанда, одан кейін университет бітіріп, бәрін бітіргеннен жұмыс таба алмағаннан кейін, полицейский болып кеткен ғой.
Мәс. Полицейский оқыткен ба, короче. Сен жаңа сен айтып атқанына қарағанда ше, мынандай очки киіп алған, андай азынан кешкен биология оқитын, білесің ба, көз алдыма не елестеп кетті. Бақа ма? Андай класстастар болатын еді ғой, андай бір пирожки сатып алады да, короче ше. Сатып алады да, резко жалап тастайтын класстастар болатын еді ғой ше. Сондай ұқсап кетті бар ғой, андай Біздің класстастардың бәрі тістеп жейтін, сонда сендерді жоқ, сенде ондай болған жоқ па не? Жоқ, болды, бірақ тістеп қоятын да. Андайлар болатын еді ғой, бүйтіп алып алады да, короче, бір істейді, сразу жалап тастайтын да, болды, жалап қойдым дейтіндер. Ондай болған жоқ па не? Ол біздікі тістеп жейтін әйтеуір сендер. Ол сендерде жалаушылар классында. Андай 9-шы Ж классы. Андай балар болатын, тоже чёрт, андай оқымаста да, короче, мороженое алуға барасың, короче. И мороженое алады да, біз баяғыда бүйтіп жалап жейтін едік қой, андай. Жалап жей береді екенсің онда. Сендер, кетіңдер сендер, вообще мороженое жемеген адамсыңдар ма? Біз жедік, бірақ тістеп жейтінбіз мороженое. Андай еді, бүт қамасын деп, жай жалап жейтін едік қой. Қалай? Жай жалап, бүт қамасын. Айтыңдар, сол баяғыда жейтін едік қой, сөйтіп мороженое бүйтіп алып. Сендер жалап жедіңдер, біз тістеп жедік. Сол кезде бес бір істейші дегенде жалап тастадым. Сөйтіп айтатындар болады. Роман, конкретно мороженое жаладың ба? Жаладым. Не болыпты? Мороженое не болыпты? Біздің кезімізде стаканчик деген болған мен жаладым. Мороженое деген сөзді бүйтіп кесіп сандым. Халық енді алаңдаулы, ойбай 9 миллион қалай тауып оны төлейді деген сияқты. Кішкене жеңілдік жасап бір проблемасын оңай шешілсе екен деп тілейміз. Кешіре салыңыздар. Алты күнге бола енді кешіре салғандарыңызды сұраймыз енді. Астана қаласында бір қарындасымыз погрузчикті угон жасап, короче, ДТП-ға түсіпті. Погрузчик дейтін ана трактор ғой. Короче, ана погрузчиктің хозяйны бір жігіт, короче, ана қыз шақырған, екеуі отырып кішкене көңілі көтерген, ас-сызудан ішіп, короче, и және погрузчиктің водитель және жігіт ұйықтап қалған, ана қыз отырып айта кеткен, короче. Ұрып алып кеткен. Встречкамен жүрген, бүйткен, жақтанан, Еще өзі дизель жүрген. Таксовать еткен. Байқұс негізі не ғой? Үйіне қайтқысы келген ғой. Сосын үйге қайтқысы келіп, неге шақырған ғой? Трезвый водитель шақырған ғой. Трезвый келіп, ана көрсі қараса погрузчик. Жүнді ма, мен категориям келмейді деп кетіп қалған. Ой, айвална. Ойлаған ғой, техничный барып, септик қазып аламын да, әкеп қойып қоямын деп ойлаған ғой, байқұс. Или алындай болған ғой, короче, қызды свиданияға шақырады, короче, қыз келеді, короче, тракторына отырасып, қыз бүйтіп қарайды. Это Феррари? Нет, это трактор. Никогда не слышал. Это Феррари? Нет, это Беларусь. Или қызға, короче, өңкенде брутальный жігіттер ұнайды да, короче, прикинь, қыз сондай болса, чисто трактор айдайтын, КамАЗ айдайтын қыздарды ұнатса, ё-моё. Қыздарды ма, жігіттерді десей? Сол жігіттер дегенім ғой. Қалай болмасын, құрметті қыздар, егер де сіздерге жігіттеріңіз трактормен келіп жатса, тракторын айдап кетпеңіздер. Жалпы біздің қазақтың қыздары мықты ғой. Тракторды да айдай береді, кранды да айдай береді. Молодцы. Мазганды айдай береді. Негіз олар білесің ба қалай болған, короче. Ана қыз, короче, енді екеу свиданияға келіп, трактормен келіп, примерно қызға ойлаған ғой, типа, енді қазір, что там, если что, свиданияны арты бір жақсы неге оласа ма деп мен түсінтірсіңдер ғой. Терге ма? Иә. Басында чай артынан тер деп жаңағысы сөйтіп жетейін деп жатқан кезде ана мас болып ұйықтап қалады. Соған жынданады да. Айдамадың ба? Онда мен трактор айдайын дейді, короче. Типа мен саған көрсетсем айдағанды деп қараншы тракторды айдағанды. Мен саған көрсетем айдағанды. Ятсыз. Молодец, ай, молодец. Депутат назвал причину, почему из Казахстана уезжает молодежь, дейді, короче. И что? Александра Милютина дейтін депутат ханым, короче, Қазақстаннан жастардың шетелге неғып кетіп, көшіп кетіп атқанын түсіндіріп беріпті. Мысалға, 2020 жылы, 2019 жылға қараған кезде, жәнегі жас мамандардың шетелге көшуі, короче, 54%-ға өскен екен. Оның ішінде жәнегі врачтары бар, экономистері, там, технический специализацияның мамандары, айтишниктар, короче. Жалпы айтқанда мықты мамандардың бәрі шетелге көшіп кетіп жатыр екен, сол жақта қалып қояды екен көбісі. Жастары кетіп жатыр, иә?
Чё енді өзіміз отырып шай ішеміз бе? Сөйтейікші. Пожалуйста. Давай. Кім дайындашы шай? Ондай кадрлардың бәрі қазір кетіп қалса, сосын бізде Қазақстанда шайдан басқа сосын түк қалмайды ғой. Құр шай ішеміз. Құр шай ішіп отырамыз сосын. Ол кадрларың бар ғой, таза кадр екен бар ғой. Кеткендер. Қазақстаннан кеткеніміз үшін. Қазақстаннан кеткен үшін. Негізі андай ғой, кадрдың да қадірін біліңдер. Кадрдың қадірін білген дұрыс қой. Молодец, ай, молодец. Шетел демекші, мынандай тағы да шетел жаңалығы бар. Байден вдвое повысил минимальную зарплату в США дейді. Америка құрама штаттарында Байден, жалақыны 2 есе көтерген жаңағы. Күшті. 15 бір сағатта мысалға бұрында мысалы $7 алатын болса, қазір уже бір сағатқа $15 ақы. Сағатына жалақы, иә? Сондай. Конечно, ол Байден баласы ол көтере береді де ол. Ол көтереміз сонда не? Біз сонда не? Көтере алмай қаптық па сонда? Қарасаш, пенсияның возрастын көтеріп жібердік дұрыс па? Нанның бағасын көтеріп жібердік дұрыс па? Мұнайдың бағасы деген көтеріліп кетті. Қаншама деген ойлап. Құдай болсын, бізде де бәрі көтеріліп жатыр. Не боптам? Доллардың бағасын айтсайшы. Квартираның бағаларын айтпай қойын. Астанадағы анау ЛРТ-ні айтсайшы, алдыда көтере салды мысалға. Көтере салды. Оны көтере салған жоқ, оны вообще көрмей қалды оны вообще. Анау бензиннің бағасы дейсің. Сол жаңағы түйіп. Бізде бар ғой. Бізде, мұнан айтайшы, бізде ертең жаңбыр жауып, қар жауатын болса, бірден резкі таксидің бағасын көтеріп жібересің ғой да деген. Олар әне жерде құр зарплатаны ғана көтерді. Бәрін көтерді сразу. Маскының бағасын айтпай қояйық даже. Кім зарплатты көтереді? Айтшы, кім зарплатты көтереді? Көтере ма? Нанның бағасын көтерсін. И соответственно соған жұмыс дейсің. Табу керек, оны жеу керек. Соны айтам, текуді. Негіз жалпы бар ғой. Байдың көтере алмайды. Нені көтере алмайды? Арақ көтере алмай ма? Жоқ. Путиннің сөзін көтере алмай ма? Жоқ, қайдағы. Байдың бар ғой, даже траппен көтеріле алмайды ғой. Қош. Трап деген самолетқа отыратын лестница. Садағаш. Трамппен шатыстырып жүрмеңдер. Президент Трамппен шатастырмаңдар. Трэп деген музыкамен де шатастырмаңдар. Тверк дегенмен де шатастырмаңдар. Тверк па? Тверк. Мысалға сенде тверк билей аласыңдар ма? Жоқ. Билей алмайсыңдар ма? Сенші? Билей алмайсыңдар ма? Жоқ. Байденнің құрметіне. Байденның құрметіне бір тверк. Крупный планмен. Битіп қойқаясың да. Битесің да. Тверк дейсің. Болды. Рауан түнгі клубқа барғанда тура өстіп билейді. Жалпы енді біздікі әзіл қалжың ойын күлкі болған. Егер шетелге еліктейтін болса, осындай жақтарына еліктейік, жоғарда отырған ағаларымыздың құлағына алтын сырға. Дұрыс. Ал енді келесі жаңалық, өзіміздің сүйікті айдарымыздан жануарлар әлемінен жаңалық. Кім білген бұл айдар біздің сүйікті айдарымыз болады деп. Корова во время перевозки на бойню сбежала, проломив железное ограждение, сломала руку мужчине, доплыла до необитаемого острова, где и живет до сих пор. Короче, она сиыр, сойға апаратқан ғой, сиыр, короче, бойнядан, короче, заборын несін, короче, сындырып, короче, қашқан, қолын сындырған, короче, и, короче, жүзіп, необитаемый островқа жетіп алып, короче. Чак Норрис сиыр ма? Байып қой? Ол сиыр білесің ба, нені көріп алған? Побег бар ғой, Шаушенко, соны көріп алған ғой, Побег деген сериалдар көріп алған. Жалпы бұл сиыр жайлы негізі кино түсірейін деп отыр дейді, короче. Қош! Қандай кино? Кино түсіретін болса, короче, көптеген Оскар алайын деп тұр ғой. Қандай кино дейсің ба? Аты жоқ па, өзіміз ойластап табайық та. Мысалға, жаралы сиыр. Жаралы сиыр ма? Или менің атым сиыр дейсің ба? Или жоқ, менің атым Марта. Менің атым Марта дейді. Бойняны қуған сиыр. Бойняны қуған ба? Иә, қуған. Бойнядан қашқан сиырды. Бандыны қуған сиыр.
Көп қой? Анда сиырка тоже человек деген бар еще. Сиырка тоже человек. Сиырка тоже человек. Корова по-казахски деген. Корова по-казахски бешбармақты. Еще андай бар. Корова по-казахски 2. А прикинь, если сол сиыр туралы сериал түсірсеші андай. Қарапайым сиыр дейтін. Или анандай сиыр болма адам бол дейтін ше. Сиыр болма адам бол. Адам бол. И сосын, короче... Боқтай бере ме ше? Боқтай бере. Пикать еткен орны. Деп короче. Еще Сиыр братан деген сериал. Сиыр братан. А сюжет бойынша, короче, ана сиыр комаға түсіп қалады, короче, и сосын мынау арам өлмесін деп сойып тастайды, короче. Бірақ серия ма? Бірақ серия. Шмейт. Краткометражка. Ол сиыр жүзіп кетті дейсің ба неге? Вообще сиыр жүз ала ма не сонда? Сиыр білесің ба қалай жүзеді? Сиыр қатты жүзеді не? Мощный жүзеді сиыр. Ана баландин бар ғой, сиырдан үйренген ғой. Баландин сиырмен вот так вот общается. Да, вот так вот плавают вместе. Да, вот так плавают, да. Иықтасып жүзеді екен бірге сиырмен. Сиыр натуре, сиыр бар ғой. Мощный жүзеді ол. Қатты жүзеді. Өйткені мен оған көзім жеткен себебі, мен баяғыда енді ауылда жүрген кезде, Нарынқолда бізде Байынқол дейтін өзен болатын. Сиырды айдап жүрген кезде сол өзеннен күндіз таңертең су аз болады ғой күндіз. Жаңа өзеннің ар жақ бетіне өткізіп жүреміз. Мен іздеп барам да кешке қарай. Қараңғы болып кетеді, су тасып жатады. Қайтадан өтетін кезде қалай өтесің? Сөйтесің да жайлап бүйтіп сиырға мінем де, сиырға суға қарай айдаймын да, спокойно бүйтіп алып шығады ғой ана жерден. Ой, сиырдың үстіне мінесің да сонда. Біздің амал жоқ, кішкентай баласың. Сен сиырмен баратын жеріңе барып келе беретін жүресің да, любой жерге. Қазір мен далада сыртта сиырым байланып тұр ғой. Үйден сиырмен келдім. Сиырдың бәйгесіне қатысып алғансың деші. Сиырдың бәйгесі көкпары бәрі бар. Пер отсын деш сиырдың. Сиырмен көкпар тартып жүрсің. сиырмен көкпар. Мүйізге аяқ тіреу. Мүйізге аяқ тіреу. Бермейсің. Короче, сиыр, пиздеш жүзеді, жүзіп келетеді да, аяғы шашап қалған кезде, артында құйрығы қосылады, құйрығы айналады. Моторчик бола ма? Одан сайын қатты жүзеді. Ол іш ана, оның 4 емшегі болады ғой, 4 емшегін төмен қарай фук өткізеді, азотын қосылады. Азот қосылады. Мен атады кәрі. Андай, Need for Speed'тан андай, Need for Speed'тан мынандай shift басқан еді. Шыт айдай. Артқа қарай. Шашаған кезде бүйтіп мүйізіне парус нетіп қояды. Демалып, бүйтіп кетіп барады. Именно қолын не үшін сындырды, білесің ба? Не үшін? Сиырда саусақ болмайды, соны көре алмай сындырды. Жоқ, ана қолын сындырған адам емшегін ұстай берген ғой. Именно соған ба? Соған бола ма? Ана жаңа необитаемый островқа келді ғой, өзі қашып ана жақтан. Сөйтсе ол сиырдың аты Мұхтар екен. Еще оның мүйізі голубой ма? Очки тағады. Мына жер тақыр ма? Мұхтар ма? Ютубта өзінің несі бар деші? Өзінің каналы постоянно прямой эфирға шыққан кезде бүкіл Қазақстанда не өшіп қалады. Интернет қуаты кәрі. Сендерге бір жұмбақ жасырайын, білесіңдер ме осы? Білесіңдер ме не үшін осы? Сиырлар тезектеп тұшады. Қойлар домалақ қып тұшады ғой? Құмалақ қып тұшады. Ал иттер сопақ қып тұшады. Білесіңдер ме не үшін? Жоқ. Фуй, бля. Боқты да білмейсіңдер, саясатта нелерің бар, Базар жоқ. Әке деймін да, молодец деймін да. Саясатқа араласпақ. Бағанадан бері міне жапты, артын жапты, молодец. Ешкілер қалай тұшады? Ешкілер ма? Оны енді ешкілер. Азадан сұрасай. Құрметті көрермен, келесі кезекте қонақ, оның есімі Аққанат. Ол кім деп сұрасаң, Қызылорда, базар жоқ, автомат. Қанат Әбжаппаров бізде қонақта. Ассалаумағалейкум, Қанеке. Сұқтанып тұрып қарадым. Дейтін бізде музыка жоқ енді. Қанат, қош келдің, бойың өсіп кетіпті ғой десең.
Құрметті достар, біздің осы каналымызда, Қарапайым Қайрат каналында Қанат бауырымыздың жақын арада өзінің жеке сериал шығайын деп жатыр. Бизнесмен Қанат дейтін. Сонымен шын жүректен құттықтаймыз сені. Рахмет. Өндерің алға қарай баса берсін. Рұқсат болса, сол сериалдың трейлерін сенімен бірге көрейік, тамашалайық, біздің көрермендер де көрсін. Мен өзімді жалпы өмірде жол болшы адамдардың қатарына қосыламын. Әшейін шығып деп звезда болып кеткен адам ғой мен. Қанат, осылай жүре бересің ба? Жақында театр, бәрі ашылады деп жатыр ғой, шыдасайшы мал. Жұрттың бәріне қарыз болып біттік қой. Қайрекен мал не болып кетті өмірі алаңсыз. Я той жоқ, я концерт жоқ. Не істеуге болады өзі? Осы дейді соны пайдаланып неге бизнес аша алмайсың қанша? Баршаңыз қош келдіңіздер. Бүгін менің осы Қанат деген супер маркетіме Магазин құтты болсын, ақшағын күректеп тауып жатқан шығарсыз, сендер кімсіңдер? Не ағып жүрсіңдер арада? Сіздің бізде бір видеоңыз бар. Уақыт береміз. Өзіңіз қараңыз ары қарай, жарай ма? Ой, ол видеоға мән бермей қойшы, өшіріп тастаған шығар, ол мән бермей. Ойбай, мән бермей, өшіре салатын. Саған Ернар Айдарбек олар. Жақын ана стрелкаға. Стрелка деген қандай кафе ол? Бізге орыс қатын келіп тұрған. Тоқта, не деп тұрсың сен? Орыс емес, неміс қатыны. Шатасқыңыз-ау деймін. Мен Бәке емеспін. Сәке. Сәке де емеспін. Мәке, қалайсыз? Мәке де емеспін. Мәке де берейінші. Өзіңізге ұнаған әріпті алдына қойып аласыз. Сәке. Че, берега попутты? Өнер адамы болды, лох деп ойлайсыңдар. Керемет. Тосын манеге. 7 мамыр Қарапайым Қайрат каналынан. Каналдарыңа бергендеріңе рахмет. Біз арендаға беріп қосыңдерге. Қанша төлейді екен аптасына? Мына сериалдың өзінің өміріңе қатысы бар ма негізі? Енді өзінің өміріне сияқты ғой? Жоқ, енді мен бизнеспен айналыспағам енді. Оружейный магазин ашсайшы, автомат сатасың. Мына сериалда ойнайтын жаңағы жұбайыңды ойнайтын ханым ол жұбайың ба әлде? Жоқ. Актриса. Ұл болсын бе? Сол қыз емес пе? Сен кинодан хабарың жоқ екен рами. Жоқ, әңгіме болсын деп сұрап отырмын, құпырын білеміз. Бля, кеттім мен на. Неге ұл болсын? Жоқ, Ақсана ғой да. Жоқ, анау, мен осы емеспін, немістің дейтін ханым реально неміс ба? Ұлты, неміс, біздің Қызылордада тұратын неміс. Аны Қызылордада тұрыңдар ма? Қазақ болып өткен неміс қыздар ма? Қызылорданың өзінде ар жағында Қазал дейтін районда тұратын. Қазалинская. Таза неміс па? Таза неміс. Бұл сериалда тағы да қандай жаңағы мықты актерларды көре аламыз? Қайрат бар екен. Жоқ, Қайрат Әділгерей бар. Өзін ойнай ма? Бұл жерде бәріміз өзіміз ойнап отырып қоямыз. Қайрат Әділгерей, сосын ана кім бар? Болды ма? Болды. Жоқ, Қорқыттың балдары бар. Өз меншектеріміз. Зарина бар. Зарина бар жаңа ұлбосының несі. Зарина бар жаңа ұлбосын. Фамилиясы ұлбосыны бар. Қақтын алдым оны ұлбосын. Тұрсынбек жоқ па? Тұрсынбек жоқ. Бірақ Тұрсынбек Ерубаттардың дауысы бар. Дауыстар бар ма? Дауыстар ғана бар ма? Ақша сол дауыстарына ғана жетті ма? Түсірілім барысы қалай өтті, қызық болды ма? Нервняктары болды ма? Айғай шу, айбай. Жоқ, енді бұл жерде Қызылордада болғаннан кейін андай не болды да, еркелеп жүрдік өзіміз, ауыл, бөтен ешкім жоқ. Енді Алматыдан бір 12 адам келді. Басында қорықтық енді, режиссердан қорықтық. Бұйбай андай Удала комедиясын түсірген, сосын не? Страшно, Америкаға барып түсірген деген. Страшно. Қорққанбыз, мәяна өлтіретін болды бізді деп. Жоқ, кәдімгі брат күшті. Ауылдар түсірдік, сабан тасып жүгіріп жүрді ғой, режиссер. Режиссер кім? Режиссер білмеймін мен. Қанекең жалпы бұл сериалдардың тенденциясы дегендей мысалға қазір сериал шықты ма? Боғауыз сөз бар ма? Жоқ боқтайсыңдар ма? Боқтамайсыңдар ма? Жоқ. Вообще бірді-бір. Аты ғана шамалы боғауыз сияқты. Атын өзі уже сұмдық қой?
қарапайым қайраттың көрермендеріне негізі обал болып тұр. Әдеби қарапайым қайрат болып отыр. Обал болып тұр ма? Негізі дұрыс қой, негізі қазір енді бәрі боқтап түсіре береді. Боқтамай кәдімгідей. Вообще негізі боқтайтындар түсінбеймін. Қалай ол мысалы? Ертең сен өзің ойлашы. Мысалы қара, оны ертең балаң болады, дұрыс па? Сен балаңа не бетіңмен көрсетесің ол сериал, дұрыс па? Ел сенен не тәлім тәрбие алады? Не тәлім тәрбие алады? YouTube деген сол адамды тәрбиелеу үшін ойлап шығарылған. Соны айтамын. Дұрыс қой, дұрыс. Мектепке барып не аласың? Желательно боқтамай түсіру керек, ә? Соны айтамын, желательно жалпы қанекей, мен қуанып отырмын, действительно. Сендер ше? Негізі ше, андай боқтамай түсіргеніңізге, міне қазір бәрі боқтап кетті ғой, қаптап кетті ғой. Ештеңе алмайды Тәуекел. Действительно осы. Атын енді бірінші сезоннан кейін атын өзгертіп жіберсе, өзгерткен болмайды ма? Атын өзгертіп жібер бұл. Бизнесмен бола салады, бұл. Қарапайым бизнесмен деп кішкене. Жоқ, андай мысалы делдал қанат деп па, андай қазақша таза. Бірақ бар ғой, пиз деп тұр ғой, пиз. Пиз ба? Өтпей қалуы да мүмкін енді көрермен білесің ғой біз жаңа. Біздің көрермендер Ал енді қанат бастамаң құтты болсын, көптеген миллиондан қаралымдар жина. Рахмет. Халықтың ілтипаты тисін саған. Сәттілік? Керемет, табиге. Бізден әрдайым поддержка ғой. Ал енді өзің Қызылорданың тумасысың, біз саған Қызылорда жайлы бірнеше жаңалықтар жинап қойдық. Соны сізбен бөлісіп оқысақ па деген ниетіміз бар. Ал олай болатын болса, кеттік. Кабель на 57 миллион теңге похитили в Кызылординской области дейді. Қызылорда облысында 57 миллион теңгеге кабель ұрлап кетіпті. Жоқ, оның бәрін не істедің? Кім ұрлаған? Бүкіл кабельді алып кеткен бе істеген? Свет жоқ дейді Қызылордада қазір. Ама қарауға болмады ма? Жоқ, мен мына жаңалықты естіген жоқпын негізі. Естімеген сеп қалады ғой, естімеді. Негізі сондай болады ғой. Жоқ, мен естіген жоқпын. Алматыдан үй салайын деп жатыр дейді осы. Жоқ, ондай жоқ. 57 миллион деген кабелін алып кеткен ба кәдімгідей. Сен емес пе не сонда ол? Жоқ енді ол. Айтмау қанат емес деп. Құрметті көрермен, бізбен бірге бүгін қонақта болған Қанат Әлжаппаров, сіздердің доғол қошеметтеріңіз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Сау саламатта болыңыздар. Ой, бля, оның бәрін бүйту керек ет. Ой, бля, оны бүйту